Саламатсыздар ма оқушылар? Номер 69 жалпы орта білім беретін мектебінің математика пәні мұғалімі Ғабидуллина Гүлнар менің аты жөнім. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуы. Сабақтың мақсаты y-тен kx плюс v формуласын қолдану. К және v коэффициенттерінің графикке әсерін түсіну. Графиктердің өзара орналасуын анықтау. Есептерді шығару. Қысқаша теориялық мәлімет. Сызықтық функция y-тен kx плюс v түрінде беріледі. К түзу бағытын, v oy осімен қиылысу нүктесін анықтайды. К1 мен К2 тең болған кезде түзулер қиылысады. К1 мен К2 өзара тең, В1 мен В2 өзара тең емес болған жағдайда түзулер өзара параллель орналасады. К1 мен К2 бір-бірімен тең, В1 мен В2 бір-бірімен тең болған жағдайда түзулеріміз бір-бірімен беттеседі. Есептер шығару. Бірінші, y-тен x минус 2 және y-тен минус 2x плюс 4 түріндегі функциялар берілсін. Бұл жерде k-ның мәні әртүрлі, яғни бірінші функцияда k-ның мәні 1-ге тең болып тұр, екінші функцияда k-ның мәні минус 2-ге тең болып тұр. Сондықтан да түзулеріміз бір-бірімен қиылысады. Екінші есепте y-тен 4x плюс 1 және y-тен 4x минус 5 түріндегі функциялар берілсін. Бұл жерде k-ның мәні бірдей. Яғни бірінші функцияда k-ның мәні 4-ге тең, екінші функцияда да k-ның мәні 4-ге тең болып тұр. Бұл жерде түзулеріміз өзара параллель орналасады. Үшінші есепте y-тен минус 3x плюс 2 және y-тен минус 3x плюс 2 түріндегі функциялар берілген. Бұл жерде k-ның мәні де, v-ның мәні де бірдей. Сондықтан да бұл жердегі түзулер өзара беттеседі. Сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуы. Қиылысатын түзулер. К1 тең емес К2-ге болғандықтан түзулер бір нүктеде қиылысады. Мысалы, y-тен 2x плюс 1, y-тен минус 2x плюс 4. Беттесетін түзулер. К1 тең К2-ге, В1 тең В2-ге болғандықтан түзулер бір-бірімен беттеседі. Мысалы, y-тен 2x плюс 3, бұл жерде түзулер өзара бір-бірімен беттесіп тұр. Қиылысу нүктесін табу әдісі. Мысалы, y-тен 2x плюс 1 және y-тен 0,5x плюс 4 функцияларының қиылысуы. Қиылысу нүктесін табу үшін функцияларды теңестіреміз. 2x плюс 1 тең болады 0,5x 4. 2x минус 0,5x тең 4 минус 1. Бұл жерде x-тің барлығын теңдіктің бір жағына шығардық, жай сандарды теңдіктің бір жағына шығардық. 2x-тен 0,5x-ті алып тастасақ, 1,5x шығады. 4-тен минус 1-ді алсақ, 3-ге тең болады. X-ті табатын болсақ, x-іміз 2-ге тең болады.